Біздің қазақ ет жеп отқан кезінде қыз жолдас орнынан тұрады, жігіт жолдас орнынан тұрады. Тұрғанын түсінбей қайтып отырады. Сол кезде қыз жолдас орнынан атып тұрады. Жігіт жолдасқа қарап, күшті қазір болдың дейді. Ал енді мына құрметті ағайын, келіп алайық, тойдың ортасы болды. Манадан бері қарап жаттым, шапалақ шып-шып болып жатыр, әр жерден шығып жатыр. Мен қазір Ержан деп айқайлаймын, шапалақ айқайшы ысқырып болсын. Жансая деп айқайлаймын, шапалақ айқайшы ысқырып болсын. Кімнің командасы көп екенін тексерейік. Ал кет, Ержан! Жансая! Жансая аттар olmaydı. Ержан! Жансая! Жалғас! Шапалақ болсын Ержан мен Жансаяға! Бәрекелді. Ал олай болса, келесі жақсы тілектің кезеңі әскери тілмен айтқанда генерал құда-құдағиларды шақыруға рұқсат етіңіздер. Құдай деген сөзді менен, шыныменен бірақ әріпі өзгерген құда деген туыс бар. Қонақбай ағамыз бен Мерхат құдамыздың құдаларын шақырайын ортаға. Мерхат құдаларымыздың құдасы сонау Павлодардан ақтерлетіп келіп отырған. Серік ағамыз бастаған, Хадиша апамыз қоштаған, Фатима және де Жансаяның апасы Мауляна дейді. Қонақбай ағамыздың құдалары Махмұд ағамыз, Серік ағамыз бастаған құдалар кәнеге. Келіңіздер ортаға, билеп шығайық, шапалақ ұрайық, құрметті ағайын. Міне, опыты бар уже құдалардың. Билер шығып жатыр. Ал енді бір екі кісі сөйлесе, қалған тілекте қосылсақ, Ал келіңіз, Махмұд ағамыздың құдалар, Павлодардан келген құдалар. Аға, сіз сөйлейсіз ба? Құдағай сөйлейін ма? Келіңіз. Екеуіңіз келіңіз. Құда, сіз де келіңіз. Ал, құдадан бастайық, құрметті ағайын, кішкене сабыр сақтайықшы. Аласы да рахмет. Мен соның Павлодардан келіп едім, бізден 3 кіші сөйлеуге мүмкін. Арлық сөйлесін. Ал міне сәлеметсіздер, қауым сауымызға. Соны Павлодардан келіп отырмыз. Естіп отырмыз, біз жақта боран болып отыр, жолдар жабылып отыр. Мына жақта бүгін тамаша күн болып отыр. Кеш болып отыр. Міне соны осы міне Мерхат құдамыз, Жанат құдамыз, мен бүгін Қонақбайды, мен құдамыз отырсын, өте қуаныштымын. Осылай, мен айтады қой, туған туысқан көбейеді деп, осы арасында көбейдік, сонда тілейтінім сыйластық болсын, ауыз бірлік болсын деймін. Енді міне сонда 2 жастардың арқасында бүгін той, туған өтіп отыр, сол балдар бақытты болсын. Әрқашанда сіздердің қызықтарына жиналайық. Әрқашанда дастарханымыз қызыққа отыр, мол бола берсін. Ал құрметті ағайындар, туған туысқандар, құда-құдағилар, Павлодар өңірі Баянауылдан жалынды сәттім сіздерге. Енді мен осы жаққа құда болып, осы балалардың арқасында құда болып, енді міне тура туыстай болып кеттік, сонымен құдашамыздың тойына келіп, бірге ортақтасып
құдаларымызбен тойды қызықты бөлісіп жатырмыз. Құдалар сіздерге айтатыным осы екі жаққа бірдей болсын, жақсы болсын, бақытты болсын балаларыңыз. Сол өмірдегі жақсылықты сіздерге екеулеріңе тілейміз. Ұзақ махаббаттарыңды биік ұстаңдар. Ешқашанда осы есімді жоғалтпаңдар. Тілден көзден сақтасын, жақсы болыңдар, аман болыңдар. Осы екі жақты да әкешелеріміз сыйлы болыңдар, туған туысқандар. Ондай болатынын сенеміз. Өйткені өзіміздің кейініміз Маулянаның біліп тұрмыз, қандай екендігін сол сияқты. Тек қана жақсылық тілеймін, біз өте қуаныштымыз сіздер үшін. Балаларына зор денсаулық, бақытты, сіздер жауыңыз. Өмірге ешқандай жаман сіздер жауыңыз. Балаларым Еркежан, Саят, бақыт, тойларыңыз болсын, өмірге денсаулық, бақыт, өмірде жақсылыққа тілеймін. Тойын қойғалы. Кеш жарық құрметті қонақтар, барлықтарымызға да бүгінгі көтеріп жатқан Ержан мен Жансаяның үйлену тойы құтты болсын. Барлықтарыңыз негерінде осындай той бола берсін. Ержан, Жансая, құда-құдағи, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Үлкен рахмет бізге осындай әп-әдемі күйеу баланы сыйлағандарыңыз үшін. Жансая, сіңілім менің аппақ келін бол, дендері сау болсын, көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын, терезесі тең болсын, іші толған мал мен жан болсын, ешқашанда ауырмаңдар, екі жаққа да бірдей болыңдар, барған жерінде судай сіңіп тастай бар, барлық жақсылықты тілеймін. Үлкен рахмет. Жақсы тілектер айтылды. Сыйлығымызды қазір тапсырамыз. Жансая, Ержан, бақытты болыңдар. Ержан, өте ұқсайсың Ринатқа. Екі жағынан бажа болып, сондай жақсы, үлкен семья болыңдар. Бақытты болыңдар. Сыйлығымызды өлең айтам, сыйлығымызды тапсырайын. Жоқ, бірінші Сіздерді қосқан махаббат туралы айтып берейін. Махаббат мініп береді жүрегіме жаныма, ғұмырыма гүл етті арманыма, жолыма жан шуағым берекем, іздегенім сен екен, өзіңменен шаттанып келер менің берекем, жан шуағым іздегенім сен екен, өзіңменен шаттанып келер менің берекем. Ой, бәрекелді кетпеңіздер. Ах, қандай дауыс, қандай дауыс. Алдында бүкіл беш бармақты тауысып шыққандай. Ах, қандай дауыс, қандай дауыс. Қасыңызда Алла Пугачева Абылу болып қалғандай дейміз. Ал Қадиша құдағи, сізге ешкім кеттемесін, жүрегіңізден шеттемесін. Мына шампунды берейін, басың ешқашан беттемесін. Шабалақ болсын бұдан тойларға. Шапалақ болсын, қошемет.
бәрекелді. Ержан, құрметті ағайын, кішкене сабыр сақтайықшы. Күйеу балаларың бар ма, айтшы? Көп па? Ержанның күйеу баласы мен деген 4 жігіт шықсыз қалтасына 5 теңгесін салды. Бар ма? Ержанның күйеу баласы мен деген 4 жігіт шықсыз қалтасына 5 теңге салды. Міне, толсы ма? Ақыл қашардан келген дейді. Ержан, бары осы ма не? Қайда Ержанның бәсе? 5 теңге қайда? Құдалар, құдағилар, чуть-чуть, пожалуйста, чуть-чуть. 5 теңге. Ой, банкомат білмеймін мен, 5 теңге. 5 теңге. Жоқ, банкомат. Мынау тошы күйіп алдарың ба? 5 теңге. Мақұл. Ойын ойнаймыз қазір. Саусақ созамыз. Бұл ойынның аты лохотрон деген ойын. Саусақ созыңыз. Мен қазір мына 500 теңгені тастап қаламын. Ұстап алса 10 мың теңгені. Ұстасаң сенікі. Салмасаң менікі. Ал саусақташ. 2 саусақпен қысып боласың. 1, 2, 3. Отыра бер, рахмет. Күйеу баласына рахмет. Ал кеттік. Қашадан келген, а? 1, 2, 3. Отыра беріңіз. 1, 2. Отыра беріңіз. Мана қуанайын деп тұр мана ше. 1, 2, 3. Ай, жақсы. Рахмет. Кім еді жаңа 10 мың теңге берген? Мен ақшамды әлі алған жоқпын құрсын. Ақшада достық болмайды, ешқашан қолда тұрмайды. Егер мына ақшаны қалтама салып алсам, мына халық тамада салып алды деп болмайды демекші, Ержанның қолына табыстауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Ереке, бүгіннен бастап ұстап қал ақшаны. Ертеңнен бастап ұстамаймыз. Шіркін Ереке, мен де қуанғам. Сен секілді үйленіп жатқан кезде жарықтық. Шампан атып. Өзі 5 жылдан кейін Жансая деген сен досың бола бастайды да. Общение басқа болады, арада бала бар дегендей. Ал 10 жылдан кейін Жансая сенің мамаң болады автоматически. Айтқанынан шыға алмайсың. Қазақта жақсы сөз бар. 40-қа дейін елдікі, 40-тан кейін мені келген бір болат байын шығарған. Ал 15 жылдан кейін Жансая сенің Ержан деп немерең болады да. Қазақта жақсы сөз бар. Баланы өскенше бағасын, немерені көргенше бағасын. Ал алайда Жансая сен бақытты келінсің. Қай жақтан қыздарынан сұрасаң, не арманың бар деп. Менің арманым кіші жүздің жігіттермен тұрмысқа шықсам деп армандаймын. Құралып сөзбен айтқанда, кіші жүздің келіндері таңғы 6-да тұрмайды. Таңғы 6-да тұрып алып ата-енеге сәлем қылмайды. Бәрін айтта бірін айт, Жәнтінің жігіттері әйелдерін ұрмайды. Олар тек қана қорталады десе. Қалжыңдай. Ал енді мақтаған кім жеп көрсін. Ал олай болса, ет жеп болсақ, сорпа ішіп болған болсақ, үлкендерден баталай, жалпы биге тұрайық, ә? Рұқсат болса. Рұқсат деген, шабалақтай көрейікші, құрметті ағайын. Көршіш. Мына кісі кім? Мына кісі қызыл көреді. Тиме? Тиме? Ұрама? Келіндерді ұқпадат бізі. Ал, құдалардан баталай. Рұқсат болса,
шықшты, ана басымыз қосады. Әумин да. Ал енді мынау қазақта жақсы сөз бар бұда. Құралы баба бата жоқ дейді. Ол жеміш. Ол бата дейді. Жақсысын. Бата дейді. Серік құламан алған бата. Батам батпасын, батам жерде шарпасын. Серік құламан қарамаған кемірлерді құлайын өсінсін. Ертеңгі обедке дейміз. Еркектер ыдыс-аяқ жуады, әйелдер темекі тартады. Ас адамның арқауы, темекі оның тарқауы. Темекі шекпеген нағыз қазақтың жалқауы. Сіздерге антракты, тамада жасап алады заправка ағайын. Ал дискотека, жібер!
yetmedi şundan beri. Kız geldi krafiva, menip geldi kaptiva. Bir gençten şu menimce yakıva. 90 eken namere, kapkara hamma yere. Göz aldımı yetmedi şundan beri. Saçları, saçları, güzel kalan kaşları. Kaptiva, minnetti zamanımız kızları. Saçları, saçları, güzel kalan kaşları. Kaptiva, minnetti zamanımız kızları.
Ал ендеше құрметті ағайын, стол басына жайғасайық, ары қарай тойымызды жалғастырайық. Тілек айтамын деген ағайын туыстар көп. Біреулерге арман дейма, Қонақбай ағамыз бен Әли апамыз ерекеннен той жасады дейма. Бүгінгі Ержан мен Жансаяның той қалай өзі? Нормальный ма? Шапалақ болсын ағайын. Бәрекелді. Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзі бойынша айтатын болсақ, досым, саған сенем, сені өтем, жолы өтем демеймін, жөні өтем. Достық деген адамның сенімі екен, достық деген адамның мол жолдары екен деп отыра. Асабаның алаңына Қонақбай ағамыз бен Әли апамыздың кластастарын, құрба-құрдастарын, 72-лер қайда? Ай, бәрекелді. Келіңдер кәнеге, барша жеңгелеріміздің қатері болды. Жалпы кластастар, келіңдер. Қонақбай ағамыз бен Әли ағамыз. Ай, бәрекелді. Тойларымыз құтты болсын, келіндеріміз құтты болсын. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді. Келіндеріміз құтты болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Ал енді құрдастары, кластастары ренжімесеңіздер, араларыңызда класста кім ренжігенде сол шықсын деп тұрсын. Ал бір екі кісі сөйлесе, жақсы оқыған қыз бар ма? Сол шықсын. Ай, бәрекелді. Бұзық болған ағамыз бар ма? Класста бұзық болған. Келсін, яты жоқ ол енді. Осы шықсы сөйлесі қалғанымыз қосылайық, ата-аналары. Ал ағайын, құрметті ағайын, кішкене сабыр сақтайық, ақ тілекке құлақ асайық. Оқымыз апамыз бастасын. Жақсы оқыған, қолында конверті бар. Ешқайсының қолында жоқ, бәрін жинап алған. Енді ол обязательно ма енді подарок? Әлия, сізді бір класста оқып, қайғылы сәтте балалық шақта балдармен бір бітіргенбіз. Міне біздер де үлкейіп ата-ана болып әже болып жатырмыз. Қонақбай, Әлия, қайным, келдім жана. Мына 2 жас қосылып жатыр. Қызым, Жансая айналайын, балам, бақыт бастарында болсын, арайлар болсын самсарың, шуақты болсын күндерің, көтерген мына шаңырақтарың мықты болсын, ортаға түскен жолдың тірегі мықты болсын, әр уақытта да, екі ортада жол болсын, құдалардың ортасында сыйластығы мол болсын. Мына кластастардың тілейтін тілегі сол, шаңырақтардың ішінде әрқашанда үмірлешіп бірлі болып, бала болсын. Біздер сендеріміз тойларыңа келе берейік, келінім, қайным. Балдар бақытты болсын, Қонақбай, Әлия. Біздердің кластастардың атынан тілейтін тілектеріміз сол. Барлық жалпы халыққа жақсылық, бақыт, осындай келін, жақсы күйеу тілеймін бәріңізге. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Бүгінде біздің тойымызға келіп бас қосып жатсыздар. Үлкен рахмет айтамын сіздерге. Қонақбай, Әлия, мынау Мерхатжан, міне тойларың және құтты болсын.
сіздерге зор денсаулық, ауыз біршілік. Міне бүгінгі тойдың себепші жатқанына екі баламыз бар, екі баламыз бақытты болсын өмірде. Аңсаған арманына жетсін, ата-анасына мейірман болсын. Балдар, сендер екеуі тәтті болсаңдар, Құдағайда бәріміз тәтті болады. Бұлар тәтті болса, біздер елдің бірлігі болады. Соны ұмытпаңыздар. Мінекей, сонымен қатар мынау Ерқатжан, мынау бұрыннан Мыңбұлақ құлқылық елінің еншісін өлмеген десек те болады. Мен еншіде еліміз қазақ айтады, үйтіксе одан да жылы болады дейді. Міне араласып жатқан еліміз, міне Құдағымды алып жатырмын. Құдағымыз мың жылдық болсын, әрдайым аманшылық болсын. Мінекей осы құрметті қалайық. Міне сіздерге зор денсаулық, отбасыларына береке тілеймін. Аманшылық тойда келсін. Той қыласың. Арғандай сыйлығыңыздар қабыл болса дедіңіздер. Жастарға айтатын, өмір жастарыңызға қосын, бақытты болыңдар. Сіздерге біздердің жолымызды берсін. Біз сияқты сендерді семьялы болып, келешекте балапандарын ертіп сіздерді қызықтарын көріңдер. Сол бұйырсын сіздерге. Берекелі айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Алланың нұры жаусын ау бүгін. Құрметті қонақтар мен мінекей, мына қонаққа үшін тек бір ауыз тілек ақшеге айтқым деп отыр, ағайын айып еттеріңіздер. Міне құрметті қонақтар, осы той барлықтарыңыз бақытты болсын. Қонақбай, ортаға шығып келген. Жаңа айтпасын ғой, толықтым деп. Ал енді, иә, мынандай сөз бар. Қонақбай, мынандай сөз бар, ақындар жырлаған. Күміс көлге, көк майсаға, көк белге, құстар қайтып келеді ғой көктемде. Ал сағаттар оралмайды қайтадан, сырт соғып алға жылжып кеткен деді. Қонақбай, бұдан да жақсы, бақытты сағаттар оралады, келеді. Бірақ әлия, тап осы сағат оралмайды. Осы сағаттардың тойларың құтты болсын, балдарың бақытты болсын. Ал енді Ерка, мынау балам, сендерге айтарым, басқа тойлар бастауы бүгінгі той қоштасу балалықпен дейді. Балалықпен қоштасып жатсыңдар балдар. Ендігісін жерде ата-ананың көмекшісі, халықтың қалаулысы, бақытты болыңдар. Рахмет. Берекелі. Ал алып келген сыйлықтарыңыз қалып кетпесін, тапсыруға рұқсат. Құрдастар, кластастарды құрметімен. Жақсы бір би ортада.
Көрдіңіздер ма? Ал жібер, ары қарай қой жібер. Құдалармен бірге кластастары. Шабала қайда? Қоймаса кластастары жандырады деген сөз айтылып, ортаға ой тасталды. Осы той баршамызға жұғысты болсын деп, тартайық ортаға той бастарды. Алып келіңіздер кәнеке той бастарды. Той бастарды. Ал ендеше асабаның алаңына бір топ отырған ағайындар шақырайын мен. Ержанның ағайындары Амандық ағамыз бастаған, Жақсыбай ағамыз қосылған барша ағайындары және де Ержанның күйеу баласы мен қарындастарын ортаға шақырайын. Шабалап қошемет болсын ағайын. Ал бүгі үлкені сөйлесе ағайындардан. Қалай, Мұқырақбайға әлемінше ойларыңыз құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Халықтың қалауы болсын. Әрқашанда дендері сау болып, осы халықтың қызмет болсын. Ел жақтың ауылы көші болсын. Әрқашанда Құдамын жылдап, ел бизнес дегендей ауыл көші болмайды. Ағайындар шамалы тиіп тастап келейік. Аға, әлия, тойларын тойғыласын. Біздердің елген үлілерің, балаларың әрқашан күлтес болсын. Мына ағайын қайырмалап келіп жатыр. Тойларын тойғыласын. Осы ағайындардың үйлерінде мына ағамның кластастары бәрі жұмылып келіп жатыр. Ағалар, бәріңізге рахмет, тойларыңыз тойғыласын. Әрқашан үйлеріңізде той болсын, тойларыңыз әрқашан той болмас, тойдан келсе керек. Балаларымыз бақытты болсын. Ереке, ой, жаман едің сен. Еті жуасысың енді.
атаң мен әжеңнің белгісі болған енді кішкентай жуасын сенімді. Айналайын жансая, Ержан, інім айналайын бақытты болыңдар. Мектесі сол арманымыз сендерге бақытты болу, әрқашан сол біздер барған кезде күні ойнап, біздер күтіп алсаңдар, біз соған ризамыз. Медхат құда жаңа әрқашан сол күн кездесе берейік, тойымыз той боласын, осы кездескен құралардың бәрінің той болсын, тойымыз той боласын, дүниеміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, балаларымыз бақытты болсын. Білеміз, ойнағанымыз қаңсы болсын. Бәрекелді айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Ағайындардың үйінде той бітпесін, тойдан ғана шаршасын ағайындар. Ал бүгін сыйлықтарыңызды табыстауға рұқсат. Бәрекелді, ал ендеше мынау Ержанның інісі Елжан бауыры ән салып беремін дейді ағайын. Шапалақ болса біздің ауылдан. Елжанға шапалақ қайда? Бәрекелді. Ал енді мынау жаңадан келіп жатырған құдағилардың арасында бір құдаша шықса, ойын ба? Апасы ма, жеңгесі ма Жансаяның? Нағашы апасы болсын. Шапалақ.
Рахмет. Ержанның нағашыларынан бір кісі шықса. Апасыма. Ойын, той көтерейік, той ортақ дейді. Молодая бір апасы шықса. Құдашаға напротив. Ағайындардың арасынан бір кісі шықса. Ер кісі шықсыншы ағайындардың арасынан. Кім бар? Келіңіздер. Класстастардан. Барма. Бақытжанның класстастарынан. Келіңіз. Бұл кім? Достарынан ба? Ағайыннан. Мына жаққа тұрыңыздар. Келіңіз. Келіңіз апа, мына жаққа тұрыңыздар. Енді апамыз бен ағамыз арнайы тойға сыйлық дайындады. 4 сыйлық. Осы сыйлықты білмеймін қалай да болса осындағы қонаққа тапсыру керек деді. Мен қағазға жазып, шардың ішіне салдым. Өздеріңіз таңдап алыңыздар. Кімге қандай сыйлық бұйырады екен? Нағашылардан бастайық. Құдаша. Ал енді бұл сыйлықтың ішінен, шардың ішінен шыққан сыйлықты естелікке сақтап қаламыз. Құдашадан бастайық. Құдаша жарыңыз. Рахмет. Су құйғыш дейді. Алып беріңіз су құйғышты. Мынандай су құйғыш екен енді. Білмеймін, айттым ғой бұйырғанына тасты. Мынау сізге естелікке. Бұл да керек зат. Ал жарыңыз. Құдаша отыра беріңіз. Апамыз қорып қалды жарым қойшы. Стиральный машина дейді. Не деген бақыт. Апа енді ручной екен бұл ше. Автомат емес. Не жазылған? Пилисос. Достар молодец. Пилисос. Қандай пилисоста бұл? Отыра беріңіз. Ағайындар. Унитаз дейді. Мәз болып тұр мынау. Унитаз. Осы унитаз отырады. Бала шаған көп болсын. Қадірменді қонақтар, кішкене мынау ойын болсын, күлкі болсын дегенім ғой енді. Айып етпейсіздер. Атам жарықтық айтушы еді. Әйел кісімен соғысқаннан көрі неміспен соғысқан жақсы. Немісті 45 жылы бір қырып тастадым, содан қайтып келген жоқ дейді. Рахмет, мұзы керек емес. Ал мынау әжеңді ұрып төргіні апарып тастасаң да таңертең төсектің басында қай кетілер болып тұрады дейді. Әйелдер, аналар қауымы аман болсын, шабала құрайық ағайын. Берекелі, ал ендеше асабаның алаңына келесі жақсы тілекті кезеңі, мана айтып кеткендей, Ержанның күйеу балалары мен қарындастарының сыйлығы дайын болмапты. Енді дайын болып, сол кісілерді шақыруға рұқсат етіңіздер. Бір топ күйеу балалары мен қарындастарын шабала қошемет болсын ағайын. Бәрекелі. Ал ендеше мынау алыстан келген апасы шықсыншы ортаға. Алыстан ат терлетіп келген қарындасы дегенім ғой. Ақгүл. Күйеу баласы бар ма алыстан келген? Осы екісі сөйлесіне қалғанымыз қосылайық келек. Кел. Ал енді ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мынау бүгінгі екі жастың үлкен тойы, мынау әрқашан құтты болсын. Осы екі жас бір-біріне деген
өздерінің махаббаттары берік болып, мынау ата-аналарымен әрқашан екі жақты да бірдей сыйлы болып, бөліспей тек қана жақсылық сендерге. Денделеріңе саулық, өмірлеріңе ұзақ өмір тілеймін. Тек осындай жақсы той бола берсін әриде. Екі жас бақытты болсын. Той бола сөйлесін ағайын. Аллағатайым бүгінгі шаңырақ көтерген күнің құтты болсын, шаңырағың биік болсын, керге кең болсын, қолына қондырған аққуыңмен өмірлік бақытты бол. Бірің ай болып, бірің күн болып, соңдарынан жұлдыздар еріп жүре берсін. Бақытты болыңдар. Екі жас бақытты болсын, алыста келген күйеу баланың ән шашуы сындырады енді. Ержан ағам менің, Жансая сіңілім едің, енді жеңген болып отырсың. Екеуің көтерген шаңырақтарың биік, керегесі кең, босағасы берік болсын. Ал Мерхат аға, Жанат апа, папа, әлеже, құттықтаймын сіздерді. Осы қыз алысты жақын қылар, туыс қылар дейді ғой. Құдалықтарыңыз мұңшылық болсын. Алла ауыз біршіліктеріңізді берсін. Сол екі жас бақытты болсын. Жүздеріңнен мұң шалмасын. Тек қана қуанышты күндеріңізге келіп, осы Қазақстанның мен деген отбасылары болып, осы Ержанның қарындасымын деп мақтанышпен айтып жүретін күндерді ала жазсын. Бақытты болыңыздар. Осы күйеу балдары қарындастар атынан тағдырымызды қабыл алыңыздар. Ержан Жансая, шаңырақтарың биік болсын, денсаулықтар мықты болсын, бақытты болыңдар. Мен Ержан ағам, Жансая, бақыт тілеймін, өмірде бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын, ешқашан ренжіспеңіздер. Екеуі айтсын едім, бәрі айтып өтіпті ғой. Ал олай болса, жастарды ортаға шақырайын мен, Келіңіз, Ержан, Жансая. Бәрекелді. Ал, келіңіздер. Осы жүрек сіздерді құрметтеріңізге. Ал енді құрметті жамағат, мынау балаларды ұстап отырайық ше. Аяқтың астында не істемесін, шарифті қуып кетпесін мына шарларды. Қолдарыңызға ұстап отырыңыз.
Hay bereketi, şapalak, күшті болды, әдемі болды. Бірақ ана жақта отырған кісілер түсінбей қалды, ортада не болды өзі. Ал кәнеке сол басына жайғасайық. Ендеше жақсы бір тілекті кезең берейін ағайын рұқсат болса. Содан кейін бір жалпы биге тұрамыз, Олай болса Асабаның алаңына Ержан мен Жансаянның аға жеңгесі, аға жезелерін шақырайын. Ержанның аға жеңгелері Бақытжан, Жақсыбай, Жансаянның аға жеңгелері Төрехан, Зүлфия, Талғат, Гүлбану, Медет, Фариза, және де аға жезелері Роза, Жеңіс, Ержанның апа жезесі, Жансаянның апа жезесі Гүлмира, Татьяна, Нұрлайым атты апа жезелермен аға жеңгелерін барша туған туыс ортаға шақырамыз түнекке. Келіңіздер кәнеке билеп шығайық. Тілек айтайық, содан кейін билейміз ғой. Ассалаумағалейкум. Құдағайлар, жақын жұрттар, мен Жансаянның Ержанның басқосының орнауы құтты болсын, бақытты болсын. Сонымен Мерхат, Жанат, селекцияға құтты болсын. Бақытты болсын балдар. Мен біріншіден айтатыным, барлықтарыңызға бүгінгі болып жатқан той құтты болсын, тойға себепші болып жатқанда 2 жас бақытты болсын. Осы 2 жасқа 18 мың ғаламдағы барлық жақсылықты тілеймін. Аға жеңгелері атынан арқандай сыйлығымыз бар, қабылдаңыздар. Мен бүгін кешке себепші, жаным Жансаян, күйеу балам Ержан, бақытты ойларыңыз құтты болсын, құда-құдағайлардың ойларыңыз құтты болсын. Аға жеңге, мінекей, балаларыңыз екеу болып, көбейіп өсе берсін. Әрдайым сіздерге адал бала, адал қыз болсын. Не деймін, толқып тұрмын. Мен өзім таныстыра кетейін. Мен Теміртаудан келген, осы Мерхаттың үлкен ағасы Мараттың қызы боламын. Мен мына екінші сіңілім Татьяна болады. Әрдайым осындай күндерің жарқын болсын, жүздерің ашық болсын, ата-ананың адал қызы болыңдар, бақытты болыңдар. Ең керектісі саңызға мен сіздерге тілейтінім, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Басқа не айтайын, бақытты болыңдар. Азғана подаркыңыздар апа жезелерің атынан. Қабыл алыңдар. Ассалаумағалейкум, бүгін кешке жиналған қонақтар. Барлықтарыңызға той құтты болсын, жұғысты болсын.
жаз күндері әулеті тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Енді мен жаз күндері жел болып шамалы көтеріп жатырған ғой. Не деймін? 2 жас тұрма бас қосып отқан Ержан, Жансая, айналайын бақытты болыңдар. Ең бірінші дендегі сау болсын. Сосын бір-бірлерін бастарын қадірлеңдер. Тілектің ең жақсысы адам өзіне не жақсы тілесе, соны тілейді. Өзіме не жақсы тілесек, соны сендірген тілейді. Айналайын бақытты болыңдар. Көке, жеңше, тойларыңыз құтты болсын көке. Алла берсе, миллион тәуелді кездесеміз көке. Рахмет көке, жақсы бақытты болыңдар. Ержан, Жансая, сендерге тілейтін дендері сау болсын, әрқашан бақытты болыңдар. Мынау құдаларға айтатын тойларыңыз құтты болсын. Мынау Мерхат ағам, Жанат жеңгем, сіздерге әрқашан қуанышты той үйге, әрқашан тойда кездесейік. Mereka sama orang ini koi terus untuk siapa sama orang lihat kelihatan sih masalah orang terus kita menjadi masalah waktu orang itu orang dengan waktu berhati punya akhlak akan kirim faktor kirim kadang-kadang kamu жақсы күндерде жиналып, жақсы тойларда жиналып, бәлкім негізде осындай тойлар болсын, ең жас бақытты болсын дейміз. Мәке, жаңада адамдарымыз қадам жаусын. Құдалығымыз мың жүйіп болсын. Армысыздар, тойға келген тойшылауым, бақыттарымыздың тойға келген қадамдарымызға Алла нұр жауып. Мінекей бауырым Ержан, келінім Жансая, міне бүгінгі тіккен шаңырақтарың бек болсын, босағаларың бек болсын, шүкірлерім. Қосақ құлдай, қосақталған қанаттарың ешқашанда талмасын, тек қана биіктерде ғана қалқып, бақыттың биігінде жүре беріңдер. Мерхат, Жанат, құда болып төрге шыққандарың құтты болсын. Аға, Әлеке, сіздердің де міне бүгінгі үлкен тойларыңыз, көптен күткен аңсаған армандарыңыз мінекей орындалып, үлкен сарайда үлкен той беріп жатсыздар, тойларыңыз құтты болсын. Әрқашанда сіздердің алдарыңызда осы ұл мен келін өз міндеттерін бұлжытпай орындап, біздің әулеттің мен деген азаматы мен гүлдей келіні болып, ізінен өбірлеген шүбірлеген ұлы мен қыз еріп, шаңырақ шаттыққа тола берсін дегім келеді ағайын. Барлықтарыңызға тек қана осындай тойлар тілеймін, дендеріңіз сау болып, қадамдарыңызды қай кезде тек жақсы күнге тойға қарай қадамдай беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Кеш жарық жиналған қонақтар. Бүгін міне бауырым Ержан, келінім Жансая, бақыт тойларың құтты болсын. Аңсаған армандарына жетіп, тек қана биіктен көріне беріңіздер. Келісе жүріп, керегесі жайған, ұйымдасақ жүріп, оғын қадаған, шаттанақ жүріп, шаңырақ көтерген жас отауларың құтты болсын. Мама, папа, құда-құдағи, тойларыңыз тойға ұлассын. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде тек қана той болсын. Аздаған сыйлығымыз бар, қабыл алыңыздар. Ал береріма төгілді тілектерді тілеп, подаркымды ұтып кетіппін. Апа жектейлердің артынан азғантай подаркымыз бар, қабыл аласыздар. Өмірбен тойла, қолырбен тойла, үйлену бір көктемнің мәңгі күйгенің, дүниеге тағы да бір үй келу, тілейміз биіктігін, шаңырақтың, тілейміз босағанның беріктігін, мәңгілік екі жастың бақытымен, тілеймін құдалардың татулығын, өмірлерің бақытты әнді болсын, өмірлерің осындай сәнді болсын, достық пенен жастық шақ жалынатып, ақ махаббат баянды мәңгі болсын, бақытты болсын.
баламыз Ержан адал жар болып, ал келінім Жансая біздің үйге келіп қонған бақ болсын. Бәрекелді, осы алмасам болмайтын болды, болмаса артына бәрі өлең жаттық білген. Ай, бәрекелді, әзіл қалжың ғой. Құтты болсын, Алла ұзағына сүйіндірсін дейміз. Алтымен подаркаларымыз қалып кетпесін, тапсыр қоңдар тезді. Содан кейін билейік ордада. Олай болса, аға жеңге, аға жезелерінің құрметіне Ержанның кеу баласы әсеме ән салып берем дейді. Ортаға келік, кәнеке жақсылап бір билеу ғанайға. Ал кеттік жібер.